Сәлем достар, Балқаймақ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз үгітілмелі алма мен корица қосылған пирожки дайындайтын боламыз. Бұл үй жағдайында табылатын барлық қолдағы заттармен жасалатын пирожки. Ыстық шаймен ішуге керемет кетеді дәмі. Ол үшін бізге 3 стақан ұн, 2 ас қасық шекер, 250 грамм ерітілген маргарин немесе сары май салса да болады, 3 ас қасық қаймақ, 1 шай қасық нан соды, 2 алма және пышақ ұшымен корица салуға болады. Ерітілген сары майға шекерімізді салып, 3 ас қасық қаймағымызды салып, нан содыны салып, әдемі қамыр илейміз. Жұмсақ, созылмалы. Қамыр илейміз. Ол қамырды әдемілеп жайып, бес сантиметр қалыңдықта жайып, домалақтап кесеміз. Мен осылай кішкене кесемен кестім дөңгелетіп, және дайындап алған алмамызды аршып, ұсақтап турап, төртбұрыштылып, кішкене корица саламыз. Корица салып, шекер қосып кішкене осындай начинка дайындап аламыз. Және осы начинканы қамырымыздың ішіне осылай қылып салып, кішкентай ғана пирожкилер дайындаймыз. Және осы пирожкиді екі жанынан, екі шетінен түйіп, әдемілеп противенге орналастырамыз. Осын пирожкиларымызды пешке жіберуге қоямыз. 15 минуттың ішінде тез пісіп шығады, өйткені қамыры жұқа болады. 200 градуста 15 минутта піседі. Міне осылай әдемі болып қызарыңқырап пісті. Дайын болғаннан кейін бетіне қант ұнтағын сеуіп жіберсе де болады. Мен бұл арада тек өзімізге керек емес болғасын себілмеді. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймыз. Алдағы уақытта тағы да көптеген оңай әрі тез дайындалатын түрлі рецептермен қуантып отыратын боламын. Ас болсын.